Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге сметанник деп аталатын пирогты жасайтын боламыз. Өте дәмді, ауызда ериді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Менің каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сары май, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш және қант қажет. Ыдысқа електен өткізіп, ұн мен қопсытқышты саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Енді жұқа қылып туралған сары майымызды осылай қолмен үгітеміз. Қараңыздар достар, үгітіп алдық. Енді бір жұмыртқаны салып, қолымызбен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Одан соң дайын қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Пищевой пленкамен немесе салафанмен қаптауды ұмытпаңыздар. Енді форманы дайындаймыз. Кольцоны аламыз, оның астына фольганы саламыз. Қамыр 30 минут тоңазытқышта тұрды. Қамырды алып жарты бөлігін астына салып формасын жасаймыз. Қамырдың қалған бөлігінен жандарына осылай жасаймыз. Қамыр түзу әдем болып шығу үшін осылай қамырымызды жақсылап басып шығамыз. Ал енді біз салмасын дайындаймыз. Қаймақтан жасалатын салма. Бізге қаймақ, қант және жұмыртқа қажет. Ыдысымызға қаймағымызды саламыз, үстінен қант саламыз, 4 жұмыртқаны салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. 20 секунд араластырсаңыздар болды. Венчик жоқ болса, шанышқының көмегімен араластырсаңыздар болады. Енді салмамызды қамырдың үстіне құйып шығамыз. Пешті алдын ала қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-45 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз пісті. Пирог толықтай суыған соң ғана формадан босатасыздар. Бізде пирогымыз толықтай суыды. Қараңыздар, өте дәмді, ауызда ериді. Бұл пирогты қонақтар келгенде жасап беретін болсаңыздар, өкінбейсіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды. Достар, каналымда алда жаңа рецептер шығаратын боламын. Жіберіп алмау үшін тіркеліп қойыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. Сіздермен бірге болған Наира.